Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Еркежан. Бүгін сіздерге қазіргі сәтте хит болып жатқан трендтегі тары чизкейктің рецебімен бөлісемін. Ерекше дәмді болып шығатын тары чизкейкті менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ең бірінші жуып тазартылған тарының үстіне ыстық сүтті құйып, араластырып, бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Ендігі кезекте чизкейктің қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін талқанның үстіне қант ұнтағын сеуіп және ерітілген сары майды құямыз. Барлық заттарды бірге жақсылап араластырамыз. Егер чизкейктің қамырына талқан ұнамайды десеңіздер, печеньені де үгітіп салсаңыздар болады. Таңда өз еріктеріңізде, печеньемен де өте дәмді болып шығады. Диаметрі 20 см болатын форманы осылай екі қабатталған фольгамен орап дайындап алдым. Осы формамызға дайын болған қамырды саламыз. Қолымызбен немесе жайпақ ыдыстың көмегімен қамырымызды тығыздап, бортиктерін дайындаймыз. Егер рецепт ұнаса, видеоны өткізбей соңына дейін көріп, менің каналымның дамуы үшін каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді кезекте чизкейктің салмасын дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші кезекте творожный сырдың үстіне қантты сеуіп, қасықпен араластырамыз. Осы сәтте ескере кететін бір жайт бар, ол қандай чизкейктің түрін жасасаңыздар да блендерді қолданбаймыз. Себебі чизкейктарымыз пісіп дайын болған кезде беті жарылып кететін болады. Творожный сыр мен қант толық араласқаннан кейін үстінен 2 жұмыртқаны салып, қасықпен араластырамыз. Үстінен майлылығы 33%-дан кем емес сапалы салқын сливкемізді, яғни кілегейімізді құйып араластырамыз. Ең соңынан бұқтырылып дайын болған тарымызды қосып, венчиктің көмегімен ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, толықтай араластырамыз. Пешіміздің табасына формамызды орналастырып алғаннан кейін дайын болған салмамызды үстінен құямыз. Салмамызды шетіне қатты тигізбей, яғни бортиктерге өте жақындатпай, бетін тегістеп шығамыз. Чизкейкті алдын ала қызып тұрған пеште 100 градуста 1,5 сағатқа пісіреміз. Пісіп дайын болған чизкейкімізді өз формасын ұстап толықтай суы үшін міндетті түрде 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Міне біздің осымен өте дәмді, ауызда еритін тары мен талқан қосылған чизкейкіміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.